қамандай, күйеу жігіт айтшы енді, арманың басқа бар қандай. Жігіт міне сырттандай, білегінен қыз жігіт шыққандай. Қараңдаршы жастарға, жарасымды жұрт қандай. Ой пәлі, не еткенсіз? Иә, сіздің екен. Бірақ бұл ауылдың жігіттері құрғақ шөппен ауыз сілкендей, қара жаяу қара өлеңмен ғана айтса бере ме? О, құдаша қыз, қазақтың қара өлеңінен құр қалғаны бар ма? Патша көңіліңіз не қалайды екен? Патша көңілімді сұрасаңыз, біздің қыздың құлағы жар сөзіне бере берсін, жар айтсақ қайтеді? Ой шіркін десеңші, құдаша құлсынып түрегін, айтсайық. Сызылмасаң болғанам, мазаласаң жар-жар. Айтысымыз таусылмас, күлейікші жар-жар. Екі жасқа ақыл тілейікші жар-жар. Бақ шіркін, айтыстан осылай айтыс. Ал жігіттер, ауызсыртында осылай айтысып тұра береміз бе? Жоралғымызды жасап, жастарымызды табалдарымыздан аттаппадық ба? Дұрыс айтады, жеңгелер қайда жеңгелер? Ой бәрекелді жастар, жар-жарларың жараса кетті. Ал қайнының қамшы қысқан қол емес екенін қай ғасырдан-ақ білесің. Сондықтан да мына қамшыны өз қолыңмен апарып, отауыңның төріне іліп қой. Өзің жоқта келін бала, төр иесі бар екенін сезініп жүрсін. Ал келінжан, мына күміс білезікті саған сыйлады. Ертеде қазақ күміс білезігі жоқ келіннің қолына ас ішмеген. Бұл күміс тазалықтың белгісі. Сондықтан білегіңнен тастама, ақ білегіңде тос. Ал жастар, мынау жарық дүниеде жандарың жарасын тауып, бір-біріңнің қабақтарыңды бағып, бағбандай байыз болмаса да, бармақтай бақ тауып, бақытты ғұмыр кешіңдер. Бүгін қуаныш, бүгін дүбірлік той. Ал тойдың төрі өздеріңдікі. Төрге осыңдар жұбайлар, төрге осыңдар. Шашу қайда ағайын, шашу қайда? Ой бәрекелді шабалағын қойыңыздар қадірлі ағайындар. Қазақтың дәстүрімен, ата жолымен, ата дәстүрімен мақтап кетпей, жаңа түскен келіннің бетін ашуға рұқсат етіңіздер. Тойды бүгін